Баршаңызға сәлем, сіздермен тағы да мен Ұлданай. Бүгін сіздермен маклюбе тағамын жасайтын боламыз. Бұл түріктің өте дәмді, керемет, көпшілікке арналған ыстық тағамы. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менімен бірге соңына дейін видеоны қарап, тамақты жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осы сәбізімізді жақсылап жуып, ашып, тазалап, осылай қуырып алатын боламыз қызарғанша. Сіздер қызыл сәбіз алсаңыздар болады. Менде сары сәбіз, сол үшін қатты қызарғаны білінбейді. Ендік кезекте картошкамызды да жуып тазалап алып, дәл осылай домалақтап кесіп, қатты қалың емес, жұқа емес етіп, осылай қызарғанша бұны да қуырып алатын боламыз. Ендігі кезек етімізді, кез келген ет түрі болады. Менде жылқы еті, сиыр, қой етін жасасаңыздар да болады. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 15-20 минуттай. Астын қатты қоймаңыздар газдың. Енді үстіне туралған бір үштік пиязымызды салып, оны да жақсылап қызарғанша араластырып алатын боламыз. Енді қазанымызды алып, етімізбен пиязымыз жақсылап астына қойып аламыз қазанымыздың түбіне. Енді кезекте міне сәбізімізде айналасына жақсылап шығамыз. Оның үстіне біздің әдемі қызарып тұрған картоптарымыз салып, үстіне тұзымызды, бұрыш қосқыңыз келсе бұрыш, дәмдеуіш болса дәмдеуіштеріңізді салып, осылай қоясын боласыз. Видеом ұнап жатса, осындай тағамдардың көптеген оригинал рецепті керек болса, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Күрішімізді жақсылап 2-3 қайтара тап-таза болғанша жуамыз да. Қазанға бұны да салып, жақсылап осы кекпірдің қасықтың көмегімен осылай бетін теп-тегіс етіп жайып, үстіне жаңағы тұзымызды, дәмдеуіштерімізді салып, үстіне су құятын боламыз. Сөйтіп, бетін жауып, газге қайнағанша үлкен отта қойып, қайнағаннан кейін газын астын басуды ұмытпаңыздар. Мен үстіне куркума септім, сіздерде куркума қоссаңыздар болады. Бұл тамақтың басты ерекшелігі мүлдем қазанның бетін ашпаңыздар піскенше. 20-25 минутта күрішіңіз піскен кезде осылай қазанның бетін төңкеріп, жан жағына көкөніс, салат